Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздер назарларыңызға үйсіндер тақырыбын ұсынамыз. Үйсіндер біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші және біздің заманымыздың 5-ші ғасырында өмір сүрген ірі тайпалық одақ. Олардың территориясы батысында Шу, Талас өзендері мен Қаратаудың шығысында Қытайдың солтүстік батысындағы Бесбалыққа дейін, солтүстігінде Балқаш көлі, оңтүстігінде Ыстық көлдің оңтүстік жағалауына дейінгі аймақтарды алып жатты. Оның орталығы Қызыл аңғар немесе Чигучен. Чигучен қаласы Іле өзенінің оңтүстігі мен Ыстық көл маңында орналасқан. Көршілері шығысында ғұндар, батысында даваньдар, солтүстік батысында қаңлылар орналасқан. Үйсін тайпаларының біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда Жетісу аймағындағы Тиграхау жасақтарының орнына орналасты. Олардың халық саны 630 мың, әскерінің саны 188 800, отбасы саны 120 мың адамнан тұрады. Жалпы үйсін тайпаларыны туралы деректерді Қытай елшісі, Қытай тарихшысы Чжан Сян және тарихи жазбалар еңбегінің авторы Сыма Цян ұсынады. Чжан Цянның жазбасы бойынша үйсіндер күшті елге айналған. Олар алғашында ғұндарға тәуелді болғанымен, кейін күшейген соң қол астына болуды қаламады. Яғни, Ұлы Жібек жолының бастамасында отырған осы үйсіндер ұлы юечжилермен көрші болды. Юечжилер Нажджиді биді өлтіріп, оның жері мен билігін алды. Үйсіндер ғұндарға қашып тығылды деген. Ал Сыма Цянның тарихи жазбалар еңбегінде үйсіндердің басшысын Гуньмо деп атайды. Тұмсығымен ит істеген қарғалар оның үстінен айналып жүрді. Қасқырлар оны емізді. Шаньюй бұған таң қалып, мұны ғажайып нәрсе санап, оны тәрбиелеп өсірді деген. Сонымен қатар, біздің заманымыздан бұрынғы 107 жылы Үйсін Гуньмосы Қытай ханшайымын қалың мал ретінде 1000 жылқыға бағалап иеленді. Содан сағыныш сезімін білдіретін аққу әні деп аталатын жыр шығарды деген деректер қалдырған. Ал Хань әулеті дерегінде үйсіндердің тарихы біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдан бастап кездесетін айтылған. Табиғаты былай суреттеледі. Жерлері тегіс, шөптесін, жаңбырлы әрі суық келеді. Тауларында қылқан жапырақты ағаш көп өседі деп жазған. Ал жылнамалар кітабында үйсін билеушісі өз халқын және юечжилердің қол астында болған халықтарды, оған қоса Есіл өзенінің жағасындағы тайпаларды біріктіріп, өзі сол жерде тұрақтап қалды деген деректер айтылады. Үйсіндердің қоғамдық құрылысы Гуньмо, яғни күнби, Гуньмолардың жасағы 30 мың атты әскерден тұрған. Гуньмоға қарайды Тулы, яғни уәзірлер. Олар Қытай мемлекетіндегі үлкен уәзірмен дәрежелес болған. Оңқа би, сот қызметін атқарушылар, бек, тайпа көсемдері, бұқара халық малшылар мен егіншілерден тұрса, үй шаруасында қолданылатын құлдар соғыс кезінде қолға түскендер еді. Осы тұтқындарды олар үй шаруашылығында пайдаланып, адам қатарына қоспаған деген дерек бар. Үйсіндердің антропологиялық белгілерін атақты антрополог Максим Герасимов жасайды. Оның сипаттауы бойынша үйсіндер европоидтық нәсілге жатады. Олардың бет-піштерінде монголоидтық белгілер барлығы анықталған. Үйсіндердің басы орташа қалыпты келеді, маңдайы тайқылау, бет сүйегі шығыңқы, кеңсірігі дөңестеу болады. Демек, үйсіндерде сақтарға қарағанда монголоидтық белгі басымырақ болған деп сипаттады. Үйсіндердің егіншілікпен де, бау-бақша өсірумен де айналыспайды. Тек оты мол, суы мол жерлерге мал жанымен бірге көшеді деп жазылған. Олардың көп өсіргені жылқы мен қой болды. Үйсін қаңлы тайпалары өздері баққан 4 түлік мал түрлерін иелерімен атаған темір дәуірі иелері. Үйсіндерде жылқы көп. Олардың ең бай адамдарында
4-5 мың жылқы болады деп Қытай деректерінде көрсетілген. Тіпті лауазымды адамдардың алтын және мыс мөрлері болып, қарапайым халық тастан, сазбалшықтан таңбалар жасаған. Дәулетті адамдардың киімдері жібектен, биязы жүннен тоқылған матадан тігілді. Сонымен бірге, үйсіндердің қол өнер шаруашылығы да өте жақсы дамыған. Олар былғарыдан, ағаштан сұйық тағамдарға арналған ыдыстар жасаған. Ыдыстарды әйелдер сазбалшықтан жасаса, қыш ыдыстарға күннің суретін салған. Тері өңдеу кәсібі жақсы дамып, жіп иіру, тоқымашылық өнерлері арқылы киіз басу, жүннен киім тоқу ісі дамыды. Мата тоқуға өрмекке ұқсас тоқыма кермесі қолданылды. Ал шеберлер темірден пышақ, семсер, қанжар жасады. Ал енді үйсіндердің наным сеніміне келетін болсақ, үйсіндер жаратушы күшке сенген. Әлем туралы түсінігі осы қарғалы диадемасында берілген. Назар аударып қарасаңыздар, жапырақтар әйел бейнесі болып табылады. О дүниені ағаш тамыры тереңге кететін жер асты. Бұ дүниені адамдар мен жан-жануарлар өмір сүретін жер үсті. Аспан әлемін құдайлар мен құстар мекені деп белгілесе, аққу қаздар құдайлар әлемі мен жер астындағы әлеммен байланысын көрсетеді. Қанатты аттар аспан әлемінде 4 ат жегіп, 2 аяқты арбамен жүретін күн құдайын бейнеледі. Ал жануарлар жердегі өмірдің белгісі деп көрсетіледі. Яғни, үйсіндердің археологиялық ескерткіштерінен Ақтас қорымы мен осы қарғалы қорымнан табылған диадема негізге түсіріледі. Тәттінің басты тақырыбы әлем бейнесі, құстар аспанның, қанатты тұлпар күннің белгісі саналған. Жалпы үйсіндердің қорғандары бай адамдар, жауынгерлер не құлдар деп жерленген. Адамның басын батысқа қаратып жерледі. Егер материал сіздерге өте қызықты болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпайық.